Хей, барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге бұл мен Бико. Бүгін мен достар сіздерге Minecraft Java'да ішінде қалай телефонға жазатынын көрсететін болам. Видео өте қызықты болады, сондықтан арнаға лайк басып тіркеліңдер, подписаться деген қызыл кнопканы басыңдар және де видеоның соңына шейін қараңдар, әйтпесе түсінбей қалуларың мүмкін. Ең алдымен біз Play Marketке кіреміз. Так достар, енді Play Marketке кіріп, дәл осылай осы Pajaf Launcher деп жазып, дәл осы программаны жазасыңдар. Менде ол программа жазулы болғандықтан мен открыть деген кнопканы бассам, сендер жазып аласыңдар осы программаны. Және кіргеннен соң сендерге осындай болып шығады. Енді бұда қайсысын басамыз? Бірінші сендер аккаунт ашасыңдар. Бұда осыны басып, мына жерде Microsoft аккаунт болса, яғни сендерде лицензия болса, лицензиямен кіресіңдер, локалный, яғни сендерде онда ештеңе болмаса, осы жермен жайлап кіре бересіңдер. Ал енді тағы менде мысалы аккаунтым бар қазір. Сондықтан мен шығам. Жаңа Gmail көрініп қалды, енді оны жасырып тастаймын. Так, сосын мінекей, енді қараңдар. Енді версия қалай жазады? Менде Forge тұр. Forge, енді версияны жазу үшін сендерде бұл жерде ештеңе болмайды. Мысалға мынаны басасыңдар. Сосын мына жерде өздеріңнің өтірік атты, мына жерге ықтырып өтірік затты қойып тастауға болады. Мысалға осылай. Сосын версия, snapshot, яғни сендерде новыйдан шыққан версияларды ойнағыларың келсе үйістесіңдер, енді телефонның мықтылығына қарай ғой. Мен мысалға төмендегі версияларын ойнаймын. Мысалға қазір мен 1.7.10-мен түсіріп жүрмін видеоларды кейбір. Енді мен қазір 1.12-де 2-ге кірем қазір. Міне 1.12.2-ні установить етіп алдым мен. Уже менде Forge бар, жақында ғана жаздым. Енді осының барлығын басып, мысалға жақсы мен сендерге жазып көрсетейін кейін. Осылай 1.12-де 2-ні басамыз. Және де біз мына бір нені басамыз. Бұл жерде ештеңе тиіспейміз. Дәл осыдан кейін сохранить дегенді басамыз. Сосын және играть содан кейін басып қаламыз. И болды, бізде уже ойынға лақтырып жібереді. Ал оны қазір мен сендерге ойынға лақтырмас бұрын мына жерде кнопканы басасыңдар. И сендер мынаған кіріп, мынаны 55 немесе 50-ге қойып басыңдар. Мен 55-ге қойып қоямын. Сосын мынау өз орнында үстінде тұрады. Ошын мыналарды қарап алыңдар настройканы. Және де настройка управление дейді. Ең алдымен сендер мишканы кішірейтіп аласыңдар. Білмеймін, өздеріңе қарай. Мен 60-ға қойып қойдым, жарайды. Так, скорсы көп болса әдемі ойын болады. Короче, мишканы тез қимылдатасыңдар. Сосын мына жерде мынаған бассаңдар, бұл жерде азу. Сендерде қанша гигабайт екен білмеймін. Менде 4 гигабайт, бірақ 3000 гигабайт беріледі. Мысалға білмеймін неге екенін. 3000 гигабайт беріледі. Мына жерде аргумент дейма бірдеңелерді істейсіңдер. Runtime мына жерде ештеңе баспаймын мен. Болды. Енді тек қана ойынға кіру қалды. Я, мына қараңыздар, сіздерде ойын қатса, мынаны азайтып қоясыңдар. Міне осыны азайтып қоясыңдар. Мысалы мен 55-ге қойдым. Жаңағына қайттан көрсетіп жатырмын. Мынау да жауап береді. Максималдағы ойында. Ал егер ойыннан лақтырып жіберіп жатса, кішкене өйстіп азайтып қойыңдар. Сол кезде ойыннан лақтырмайды. Менде мысалы ойыннан лақтырмайды. Енді біз играть дегенді басамыз. Менде қазір модтар бар ішінде, сонда да сендерге кіріп көрсетейін. Так, играть басамыз. Қазір мен сендерге көрсетейін толықтай. Так, достар, осы загрузка өткесін көрсетем, әйтпесе қазір экран кері қарай айналады да, и сендерге видео андай қысқа болып көрме, андай біртүрлі кішірейіп көрініп қалады да, и сендерге видео әдемі болмай қалады. Сондықтан мен қазір видео записьті өшіремін. Міне. Болды. Достар, мен камераны игровой режимге қостым. Қазір ойынға кірген күтеміз. Мен қазір мишканы шығарып алайын. Мынау мишканікі, мынау мишкаға жауап береді. Тап ол сендер игроктарыңның интернетін қарайсыңдар, немесе өзіңнің интернетіңді. Мынау клавиатураны шығарып чатқа бірден жазсаңдар болады. Чат, міне мынау чат, мынау өздерінің FPS-тарыңға қарайсыңдар, яғни координатына. Мынау менің модтарыман болған кнопкалар, енді Z, X, K дегендер ше. Мынау 3 лицаға қарайтын, яғни отпор лица, тред лица масындайларға қарайтын. Мынау мишканың оң жағы, сол жағы, мынау кнопканы жоғалтатын, мынау shift, мынау инвентар, мынау секретін. Түсіндіңдер деген ойдамын. Короче, я солай, енді өздерін жазып алып үйренсеңдер болады. Келесі видеода мен модтарды салуды үйрететін болам. Давайте көрейік. Ойынға кіріп, яғни мен типа көргім келіп тұр. Кішкене өзім жаңа модтар салып көрдім. Если қазір ойнап көретін боламыз. Так, осыны басамыз.
Сосын мында менде екі новый мирлар тұр. Мен мысалға қазір творческийден ашқым келіп тұр. И және де мен осындай настройка мирға кіріп, плоский мирға ашам. Және бұл творческий барлығы нормаль. Крик. Видеоға кіріп көрейік қазір. Ойбай, ойынға кіріп көрейік, шатасып атырмын. Так, ойынға кіргеннен кейін жалғастыратын боламыз. Так, достар, короче, бізде Майнкрафт кірді. Мен сразу мирная қойды, моптар толып кетті. Короче, менде осындай бір мод, жаңа, короче, видеозапис қатып, кішкене үшін сендерге сапасыз болып қалар деп, мен 1-2 модты алып тастадым. Сол енді тек қана бір мод қалды. Келесіде ондай жағдай болмайды деген ойдамын енді. Так, міне енді қараңдар, міне осындай ноутбук мод қалып қалыпты менде. Так, осындай ноутбук, оған мынандай флешка салуға болады. Ошым осындай модтар жазғаным қаласаңдар, давайте осы видеоға білмеймін енді примерно бар ғой, бір 50 лайк жинап, 50 лайк жинапсаңдар, давай. Так, сол 50 лайк жинапсаңдар, сонда, короче, мен сендерге мод жазуды көрсететін болам. Короче, міне ноутбук, жаңады, көрдіңдер, Wi-Fi жалғап тастадым, сөйлемей-ақ, қандай пысық адам не. Так, міне несі, флешкасы осылай, типа видео түсіруге болады, әрине керемет мод, енді сендерге описание қалдырып кетуі мүмкін, ұмытып кетпесем, әрине. Так, достар, енді, короче, қараңдар, міне Minecraft Java барлық істеп тұр. Скин тағуды келесі видеода тағы шығаратын болам сендер үшін. Қараңдар, плаш міне бар, істеп тұр, четко міне мұнда кіріп өшіріп тастай аламыз, ал, короче, сондай. Давайте барлығын тіркеліп, короче, подписаться етіпсаңдар. Давай 1000 подписчикке жетейік, давай. Мен негізінен барлығы 1000 подписчикке жеткенде шығарымды ойлағам, бірақ менде өте көп комментариялар болды. Сол, сондықтан мен шығаруыма тура келді, енді білмеймін. Қанша осылай, видео қанша лайк, қанша просмотр жинайтын. Келесіде Forge және де Optifine жазуды шығаратын болам. Сондықтан давайте барлық подписациядан қызыл кнопканы басып, короче, лайктан да аямаңдар, короче, бар ғой. 1000 подписчикке жетіп алсақ, бұйырса жайлап, одан кейін 10 000, одан кейін кете береміз. Ошым 10 000 подписчикке жеткенде ПК алуымыз мүмкін, енді білмеймін. Енді өзім солай жоспарлап отырмын алдағы уақытта, енді білмеймін, жоспарларым көбінесе орындалмай алып жатыр менің. Жарайды, сонда да, короче, көп сөйлеп кеттім. Так, достар, енді видео. Так, достар, осымен біздің видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліңдер. Ал біз видеоны аяқтаймыз. Давайте.